30 жыл бойы Сатобанари аралында жалғыз өмір сүрген жапониялықты жергілікті үкімет өркениетке қайтуға мәжбүр етті. 82 жастағы Мусафуки Нагасаки аралда сусыз, жарықсыз, ұялы телефонсыз және киім-кешексіз ғұмыр кешкен. Үкімет осыған дейін Нагасакиден бірнеше рет адамдардың арасына қайтуды сұраған. Мен бұл аралдан ешқашан кеткім келмейді. Аралды қорғау кезінде қауіп-қатер төнуден де қорықпаймын. Мұндай керемет мекенді еш жерден таба алмаймын, дейді ол. Нагасаки 30 жыл бойы бір ретте қайғырмағанын айтады. Егер ондай сезімге берілгенімде осы уақытқа дейін аралда тұрмаған болар едім. Бұл жерде бәрі шынайы, дейді. Нагасакидің бұрынғы өмірі туралы көп мәлімет жоқ. Бұрын жанұясы мен балалары болған. Робинзон Крузо сөзіне қарағанда табиғаттың үнемі ластануы оны осы аралға жетелеген. Басында 1-2 жыл тұруды жоспарлаған екен, бірақ бұл уақыт 30 жылға созылған. Аралда ешкім маған бұйрық бере алмайды. Мен табиғат заңдарына бағынып өмір сүремін. Сіз табиғатқа әміріңізді жүргізе алмайсыз. Оған мойынсынып қана өмір сүру керек, дейді Нагасаки.